Менің халқым қандай ғана қиын кезең мен ауыр сынақтардан өтпеді. Әкем медреседе мұғалім болды. Ол халықтың сауатын ашқан. Әке, сен қайда барасың? Қызым, уайымдама. Мен тез келем, уәде берем саған. Менің әкем қайтып келмеді. Саламатсыз ба Гүлжан апай? Сізге хат. Бәрі де уақыттың еншісінде ғой. Біз шындықты білдік. Әкемнің кінәсіз оған жала жабылғанын білеміз. Менің әкем де халық жауы, халық жауының қызы деп ат тағылған сол жылдарда оралмайды енді. Бірақ қазір біз өмірдегі құдіретті күш әкелерімізге деген сүйіспеншілігіміз жайлы ойлаймыз. Біз оларды ешқашан ұмытпаймыз. Олар біздің жүрегімізде.